шыққан жоқ. Ал негізгі U17 және U10 ал Ордабасы тағы 1-2 айдан кейін көшбасшылар қатарында болып қалуы ықтимал. Сондықтан маусымның жеңіске жете алған жоқ. Қонақтағы бұл Петропавлдық команданың екінші матчы. Қазір қақпаға соққы, қандай ғажап сейв. Қызылжарда матч бастала сала жақсы ұмтылыстар жасап жатыр. Әсіресе жеңістің шабуылдары қауіптірек көрінеді. Қақпаға соққы жасаған 7-ші нөмірлі Айбар Буриев. Оң аяқпен дәл соққы жасаған еді. Бұл пенальти қоятын жайт емес. Осы жерден соққы бағыттауға болады. Жақсы соққы! Гол емес пе? Гол емес. Полянский сықырық шалған елордалық команда. Оңайбековтің бұл оның алдында жасаған соққысы. Әдемі, расымен доп қақпа сызығынан өткен жоқ. Турнирлердің бәрінде 45 минут. Қазір қандай тамаша мүмкіндік, қақпаға соққы. Әлсіз тағы бір мәрте соққы бағыттауға болады. Ой, қақпадан қиыс кетті. Оның алдында Ердәулет Садық тура соққы бағыттай алған жоқ. Оған Қызылжардың қорғаушылары бөгет болған. Болады әдеттегідей. Сенбек қақпа маңына пас асырды. Қақпаға соққы жасауға болады. Буриев! Гол! Айбар Буриев есепті 1-0 қылды. Ақыры голын соқты. Жеңіс қорғаушысына тиіп рикошетпен кіріп кетті. Буриев жасаған соққы расымен бұл жерде өз қақпашысына кедергі келтірген Артем Воронюк. Тимур Жақыпов қақпа маңына пас. Әлі де болса қарбалас соққы жасалды. Айбар Буриев тепкен болатын. Қызылжар қорғаушылары допты кері қайтарып тастады. Алыстан тағы бір соққы. Бұл енді қауіпті. Жақсы шабуыл, бірақ қақпадан сәл ғана қиыс кетіп отыр. Жасап үлгерді. Кездесу басталғалы. Қақпаға соққы, Қызылжар! Таразы басын теңестіріп кетті. Екінші таймда Петропавлдық команда мүлдем басқаша ойын көрсетіп жатыр және есеп тең. Бірінші таймға қарап жеңіс екінші голды соғып кетуі мүмкін деген ой келген еді. Қорғаушылар қателесті. Команда капитаны қателесті. Ақтан допты сәтсіз тоқтатқан болатын. Мұны Қызылжар тамаша пайдаланып кетті. Даниал Ешкеев. Бұл голдың авторы жартылай. Пас алмасу керемет соққы. Әрине олардың допталға тебе беруін емес, осындай бір ойын, креативін, пас алмасуын, комбинациясын өте қауіпті. Арсен Серікқали допқа бірінші жетті, қарбаласы жалғасып жатыр. Қақпаға соққы! Қиыс кетті, қандай мүмкінді. Мына жерде Серікқали допты кері қайтарып үлгерді және Решин тоқтатпай бірден алыс бұрышты көздеді. Бірақ